Ассалаумағалейкум, құрметті оқырмандар. Бүгінгі біздің подкастымыз алаш және дін деген тақырыпқа арналады. Енді бүгінгі осы подкастымыздың қонақтары белгілі дінтанушы маман, өзіміздің ағайымыз, Еуразия ұлттық университетінің оқытушысы Кеншілік Тышқанұлы. Бұдан бөлек қазіргі таңда осы жас маман, Түркия Республикасының Анкара университетіне магистрі Сәдібеков Медет мырза. Қош келдіңіздер. Бүгін енді алаш және дін деген тақырып бұл жалпы 1-2 сағатқа бір подкастқа сиятын дүние емес. Бірақ дегенмен осы тақырыптың айналасында қоғамда әртүрлі сұрақ туындап жүрген өзекті тақырыптарды, мәселелерді қозғап өтуге тырысамыз. Сол сұрақтарға жауап беруге тырысамыз. Енді бірінші кезекте әлеуметтік желілерді алсақ, тіпті ғылыми ортаны алып қарасақ та, алаштың діни көзқарасына қатысты әлі күнге дейін бір диспуттар, түрлі пікірлер жүріп жатады. Біз бір нақты ұстанымға тоқтала алмай жатырмыз. Жалпы осы алаш қайраткерлерінің Абайдан бастап алаш қайраткерлерінің лидері болған Әлихан Бөкейханұлы, тағы да басқа тұлғалардың діни көзқарастары қандай болды? Жалпы қандай ұстанымда болды? Соған қысқаша тоқталып кете аласыздар ма? Ағай, өзіңізден бастайық. Енді бұл жерде бұл талас неге туындап жатыр деп қарайтын болсақ, біріншіден біз қазақ халқының өзінің діни бағдарын айқындауда кімдердің артынан жүреміз деген сұрақ, менің ойымша, осы күрделі сұрақ болып тұрған шығар. Себебі біз енді тәуелсіздіктен кейін рухани бағытты қалыптастыруда қандай жол ұстанамыз деген сұрақ келген кезде, көбісі қазіргі кезде қалыптасып келе жатқан діндарлардың, дін саласына шығып жатқан ұстаздардың, имамдардың уағыздарын тыңдау арқылы осы бағытта қалыптасуымыз керек деген сияқты. Себебі халық жаппай діни сауаттылықты іздеп немесе дін туралы сұрақтарға жауап іздеген кезде көбінесе соларға жүгініп жатты. Сол себепті де осы бір бос сұрақтың орнын толтыру үшін біраз азаматтар бас қатырды деп айтсақ болады. Енді осы орайда сол азаматтардан көп дінге қатысты сұрақтар күрделі ары қарай күрделеніп кеткеннен кейін бұл сұрақты енді тағы да кімге қоямыз деген мәселе туындап жатыр. Менің ойымша бағыт-бағдарды айқындау өте қиынға түсті. Біріншіден бұл діни сана қалыптаспады, екіншіден біздегі діни сабақтастық деген дүние кішкене үзіліп қалды. Үшіншіден дінді оқыту орталықтарының негізгі орталығы біздің мемлекетте болмады. Соған байланысты әртүрлі көзқарастар келді. Біз мынандай дінді уағыздап жатқан ұстаздың немесе имамның артынан ереміз десек, оның кейбір қылықтары, кейбір айтқан сөздері немесе кейбір тұжырымдамалары біздің ойымыздағы дін деген тұжырыммен онша сәйкес келмеді. Сол кезде бізде мүмкін алаштың жолында жүретін шығармыз. Себебі енді біз қазақ мемлекеттілігінің алғашқы іргетасы ретінде, зиялы қауымның бір шоғыр ретінде алаш кезеңін солай танимыз ғой. Содан кейін жалпы алаш кезеңі бұл біздің қызыл саясатқа кіруге дейінгі кезең болғаннан кейін де сол сабақтастық сол жерден қалып кеткен дүниені жалғастырғымыз келеді. Сол себепті де алаштықтар қандай болды? Алаштардың діни көзқарастары қалай болды? Олардың ұстанымдары қалай болды? Олар бір жағынан дінге дұрыс ақыли көзбен қарай білетін тұлғалар болса, екінші жағынан ұлттық мәселені де жоғары деңгейде ұстайтын азаматтар болса, қазіргі кезде ұлт пен діннің бір қақтығысқа түсу немесе түсіру сияқты бір тенденция тоже байқалады. Яғни бұл не деген сөз? Бұл бірінші алдымен мұсылмансың ба деген сұрақ қою, қазақсың ба деген сұрақ қою деген сияқты. Шын мәнісінде алаш кезеңінде ондай сұрақтар қойылған жоқ қой. Олай болатын болса, олардың ұстанған діні қандай деген сұрақты біз енді іздеп жатырмыз. Осы кезде біреулер айтады, алаштықтар қасаң осындай діндар болған, осылардың барлығы медреседе оқыған, осылардың барлығы тек қана
ислам деп кеткен адамдар дейді. Екінші біреулер айтады, жоқ, олардың барлығы рационалист болды, олар дінді қатты ұстанған жоқ, керісінше кейбіреулер дінге қарсы болды деген сияқты. Сондай бір тұжырым байқалады. Бірақ қалай болмаған кезде де қазір алаштықтар туралы ақпараттар жеткілікті. Олардың қалдырған мұралары бізге дейін жетті көбісі. Жазған еңбектері, жазған өлеңдері, болмаса жаңа архивтерде сақталған құжаттары барлығы десек те бізге жетпесе де басым бөлігі біздің қолымызда. Ондай болатын болса, біз бұл сұраққа нақты жауап берсек болады. Әрине, олардың өздерінің сол кезеңге байланысты мәселелері болды, проблемалары болды. Қалай болмаған кезде де бірнеше жаңағы толқындар болды. Ол жаңағы қадимшылық мектебі, ол жерде де дінге сын айту кезеңдері бар, молдалық кезеңдері бар, медреселік жаңағы сол дейміз методология, сол сынға ұшыраған жағдайлар бар. Сол кездегі де жаңағы қоғамның ішінде әртүрлі дінді өзінің мүддесіне пайдаланғысы келген азаматтарға қарсы сыни, не болмаса жаңа шариғи талаптарға қатысты сыни пікірлер бар. Себебі жалпы дін деген дүние бұл құдайлық көзқарас тұрғысынан алған кезде абсолют ақиқат болып саналатын шығар. Бірақ адам тұрғысына келген кезде бұның бірден абсолют деңгейде танылуы өте күрделі мәселе. Яғни адам бұл ақиқатқа жету мақсатында өте көп қайшылықтарға түседі, және алаш кезеңінде де біз бұл қайшылықтарды көреміз. Сол үшін де мінекей осылай деп нақты жаңағы бұра тартуға, не болмаса нақты осылай деп нүктесін қоюға күрделі шығар, бірақ әрбір алаштықтың өзінің позициясы бар, ұстанымдары бар, көзқарастары бар, дінге сыни көзге келген дүниелері бар. Біз өткенде де бір сұхбатымызда осы нәрсені айттық қой, жалпы алаш кезеңінде жаңағы заң қабылданатын кезде қыз балаларды бәлиғат жасына толуы мәселесі тұрғысында да көп сын пікірлер айтты. Сол кезде алаштықтар кейбір дәрігерлердің, алаш қайраткерлерінің пікірлеріне қарап, қыз балаларды тұрмысқа беру жасы жаңағы 16 жас деп бекітті. Өйткені неге десеңіз, бұл жерде климаттық ерекшеліктер бар, физиологиялық ерекшеліктер бар. Діндегі шариғи бәлиғат деген дүниені бір белгілі бір физиологиялық өзгеріспен өлшейтін болса, біздің дала өркениетінде, біздің дүниетанымда бой жету деген үрдіс бар. Бой жету деген бұл отбасыға құралу мәселесі, ерлі-зайыпты өмірді кеше алу мәселесі, оған физиологиялық мүмкіндігінің болуы, және аяққа тұрып кетуі, отау ретінде жеке отбасы болып шығу, ол баласын асырау деген. Өйткені алаштықтардың келтірген аргументтерінде айтады, 13 жаста беретін болсақ қызды тұрмысқа, ол бала дүниеге әкеле алмайды дейді. Яғни ол оған физиологиялық ауыр болады, қазақша айтқанда бой жетпейді. Сондықтан да бұл жерде де шариғаттағы дүниелердің, шариғатта 16 жаста бермеңдер деп тұрған жоқ қой. Сол сияқты дүниелерді жаңағы ақыл жолмен шешкен жағдайлар бар. Демек, алаштықтардың діні, олар медреседе оқыса да, олардың көбісінің жаңағы діни сауаты болса да, олар дінге догматикалық тұрғыдан емес, жалпы өмірдің шындығы тұрғысынан қарай білді деп айтсақ та болады. Яғни қайсы оптималды нұсқа, қайсы бізге келіңкірейді, біздің қазақтың танымына қайсы келіңкірейді. Өйткені мысалы шариғаттағы көп деген талаптардың қазақ даласында қолданыста болмауы, не болмаса қазақ оны қолданысқа алмауы да жағдайлары бар. Мысалы, рұқсат етілген дүниелердің барлығы міндет деген сөз емес, шариғатта рұқсат етілген дүниелер қазақтың қолданысында болмаған жағдайлар көп. Мысалы, жет ата мәселесі, тағы басқа көп нәрселерді айта беруге болады. Демек, ол біз қанша медресе болып тұрса да, алаш кезеңіндегі Түркістан территориясындағы медреселердің саны өте көп болған. Бұны біз тарихи архивтік құжаттардан көреміз. Демек, ол кездегі жаңағы діннің оқыту деңгейі де жоғары деңгейде болды. Тек қана діни теологиялық емес, хикмет деңгейінде, философиялық деңгейде, лингвистикалық, яғни лұғауи, тілдік деңгейде, сосын мынау жаратылыстану деңгейінде медреседе көптеген сабақтар оқытылды. Сондықтан да алаштықтар жалпы тек қана алаштық емес, оның алдыңғы буыны, одан кейінгі буындарды, біздің хазіреттер кезеңі дейміз, ишандар кезеңі дейміз, бұлардың барлығында соқыр дінді тықпалау деген нәрсе, не болмаса жаңағы сен кәпірсің, мен мұсылманмын деген сияқты бөлінушілік орын алмау себебі сол. Соны түсінген кейбір азаматтар, немесе осыны көздеген кейбір азаматтар, жоқ, олар дінге селқос болды деп тұжырым жасады. Шын мәнісінде дінге селқос болу емес, діннің шынайы мазмұнын түсінген адам
басқа біреулердің дінімен күреспейді жалпы. Одан кейін жалпы жаңағы өзіңіз айтқан сияқты жадитшілдік дүниелер келді, дінді оқыту методологиясына жаңаша көзқарас. Бұл да шын мәнісінде мынау халықтың көзін ашу тұрғысында өте бір жақсы үрдіс болды деп айтсақ болады. Бұл тек қана біздің территорияда орын алған дүние емес. Бұл Мұхаммед Абдухтардың, Мұса Жарулла Бегиевтердің, Жалалеттин Афғанидардың, Исмаил Ғаспыралдардың, көптеген жаңағы тұлғалардың былайша айтқан кезде жаңаша дінге көзқарас тұрғысында келген дүниелері біздің далаға да жетті. Бірақ бұл, көрдіңіз ба, бұл көбінесе оқу біліммен, ағартушылықпен, ойлау жүйесімен қатар келгеннен кейін бұл нәрсе көп адамдардың оң жамбасына келмейтін болды. Себебі қандай да болмасын қадимшілдік деңгейдегі, уағыз деңгейіндегі, адамдарды бір нәрсеге бағындыру деңгейіндегі дін көп саясатқа да негізі жағады. Ойлау деңгейінде дін болатын болса, онда ол нәрсе кейбір жаңағы саяси мүддеге сәйкес келмей қалуы мүмкін. Өйткені мен дінді ұстанамын, діннің ішінде мына нәрсе болмайды ғой деген дүниені егер сіз санаңыз деңгейіңіз жететін болса, онда сіз сұрақ қоя бастайсыз. Сол үшін де жаңағы молда айтты, немесе дін адамы айтты, сен соған бағынуың керексің деген үрдіс, қадимшілік тәсіл, бұл әлдеқайда мұсылман әлемін дейікші, біздің қазақ территориясын емес, мұсылман әлемін әлдеқайда жаулап алған болатын. Бұл және көптеген батыстың сол кездегі жаңағы доминант рөл ойнап отырған саясаткерлердің оң жамбасына келіп отырды. Және сол басымызға келген дүниелердің барлығын Құдайдың маңдайымызға жазғаны деп түсіну, бұл былайша айтқанда шығыс қоғамының терең ұйқыға кетуіне, және сол терең ұйқыда жатқан ұйқысын Құдайдың тағдырымен ақтап алуына үлкен жағдай жасап берді. Қадим мектептері осыған көбінесе үлес қосты деп айтсақ та болады. Сұрақ қоюға болмайды, ол сенің маңдайыңа жазылған дүние, бұйырған кетпейді, жүгірген жетпейді, Құдай берем десе желді тіштен береді. Маңдайыңа жазылған не болса соны көресің. Жазмыштан озмыш жоқ деген сияқты мақалдардың барлығы сол қадим дін ұстану дәстүрінен пайда болған дүниелер. Сондықтан да бұл бүкіл ислам әлеміне үлкен бір былайша айтқан кезде өздерінің іс-әрекеттерін, жалқаулықтарын, тоғышарлықтарын, жатыпішерліктерін дінмен ақтап алатын бір тұжырымға айналып кетті. Сол үшін де біздегі алаш зиялылары осы нәрсені жыртуға, осы нәрсені серпілтуге, жоқ, бұның барлығы Құдайдың дүниесі емес, сен әрекет қылсаң, берекет Құдайдан болады, сен еңбек қыл, білім ал. Жаңағы алаштықтардың бәрінің ұрандары сол ғой. Бай болу үшін істеу керек, жаңағы білімді болу үшін істеу керек. Байтұрсыновтың сөзінде, олардың бәрін жүзеге асыруын істеу керек дейді. Сонда сен Құдайға дұға қыл демейді ғой. Құдайға дұға қыласың, бірақ дұғаның өзін алаштықтар басқаша түсінді. Себебі әрекет бұл фиғли дұға, әрекет түріндегі дұға болып есептеледі. Бізге тек қана қаули, ауызбен дұға дегенді ғана дұға деп түсіндірді. Қазір де біз солай ойлаймыз. Біз дұға жасасақ, дұға жасап кетсек, бай болып кетсетін сондай дұға бар ма деген сияқты. Бай болып кететін ең жақсы дұға бұл еңбек. Сондықтан да бұл алаштықтардың жаңағы рационалды дінді түсінуі, және бұл рационалды дінді түсінуі дінге қайшы шығу, дінге жоққа шығару деген сөз емес. Олардың барлығы біз Құдайға шүкір мұсылманбыз деп кетті. Және көбісі Құранды білді, дін сөздерін жаңағы алдымен үйренетін бір ғылымың, ол өзіңнің мұсылманша дін ғылымың деп мұржақыптар айтқан кезде, ол мұсылманшылықты теріс деп санаған жоқ. Сондықтан да бірақ олар жаңағы біз айтқан сияқты ұйықтап жататын немесе жаңағы белгілі догмалардың шеңберінде қалып қоятын діндарлық емес. Оны мысалы сол алаштың ірі тұлғаларының бірі Шәкәрім де, Абай да мойындаған жоқ. Шын ақылмен таппаған дін шын дін емес, шындылық. Не болмаса жаңағы адамның адамшылығы, оның жақсы ұстаздан, жақсы ата-анадан, жақсы құрбы-құрдастан деп Абай бекер айтқан жоқ. Немесе Абайдың айтқан сияқты ауруды жаратқан Құдай, бірақ ауыртқан Құдай емес, байлықты кедей жаратқан Құдай, бірақ бай қылған кедей қылған Құдай емес деді. Өйткені қазір біз кедейлікті Құдайдан дейтін болсақ, онда болды, онда әрекет жасамайсың. Сондықтан да алаштың діні бұл ақылмен, пайыммен, парасатпен негізделген нағыз діннің мазмұнына сай келетін дін деп айтсақ,
менің ойымша көп талас тумайтын шығар деп ойлаймын. Жалпы енді жақсы тоқталып өттіңіз, сол бір кезеңге жан-жақты талдап өттіңіз деп есептеймін. Енді мына жерде бір мәселе бар ғой, енді қадимшыларға қатысты тоқталып өттіңіз ғой. Дегенмен енді қадимшылардың барлығы бірдей қадимшылық мектеп осы сол кезде елдің, қоғамның, мұсылмандардың дамуын тежет деген көзқараспен енді өз басым толыққанды келісе алмайды негізі. Жоқ, ол жерде тежеу емес, ол қадимшылық келе жатқан, бұрыннан келе жатқан мектеп қой. Бірақ жадидшілдік оны ары қарай түрлендіргісі келді. Одан бетер түрлендіргісі келді. Орын жадидшіліктің де кейбір асыра сілтеушіліктері бар, Құрбан айтқа байланысты айтқан ойлары бар кімнің, Омар Қараштың. Бірақ қалай болмаған кезде де қадимшіліктің ішінде көп нәрселер, жаңағы қайтадан сұрақ қоюға тура келетін нәрселер көп болды. Соны қадимшіліктің методологиясындағы көп жылдар балаларды медресеге ұстап қою дүниелерінде қазірдің өзінде, мысалы біз ойлаймыз, қадимшілікті қазір жақтасақ та, қазіргі білім беру үрдісі ол жадидшілдік үрдісіне сәйкес келеді. Өйткені қадимшілік кезінде бір бала медресені бітіру үшін 8 жылға дейін оқыған. Ал қазір 8 жыл медреседе оқитын сізде уақыт жоқ қой. Сондықтан да қазір жаңа методология, жаңа тәсіл. Сондықтан да ол жаңа тәсіл усулу жадид дейді ғой, жаңа методология. Сондықтан да ол жаңа тәсілді біз қаласақ та қаламасақ та мойындадық. Бірақ біздің қателігіміз әлі күнге шейін дінді ұстанушылардың бұл өмірді реалды түрде қабылдай алмауы, бұл өмірдегі кейбір нәрселермен діндарлықты бөліп алып тастауға, бөлуге тырысуы. Мысалы қазірдің өзінде дінімен өзінің өмірін қабыстыра алмай жүрген адамдар көп. Өйткені діннің қоятын шаблондары тікелей мағынада түсінген кезде мүлде басқаша да. Ал егер оны біз сол қалпында қоятын болсақ, онда ілім мен білімнің қажеті жоқ. Кейбіреулер айтып жүрген сияқты о дүниеде сіздің дипломыңыз сұрамайды. Ондай болатын болса, біз онда талпынбасақ, ақымызды біреуге жіберетін болсақ, шекарамызды қорғамасақ, өркениетті елдің қатарына қосылмасақ, және бұның барлығын жаратқан Құдайдың бір нығмет деп қабылдамасақ, онда бәріміз жаңағы қылуетке кіріп, Құранымызды оқып, Құдайға сәжде қылып жатайық. Енді о дүниедегі мәселе ең маңызды мәселе ғой. Бірақ бұл дүние не үшін Құдай бізге берді? Біз не үшін бұл дүниеде ұлт қылып жаратты? Біз не үшін бұл дүниеде осы дінімізді жүзеге асыру үшін де біздің қолымызда үлкен потенциал болу керек. Әскери жағынан дамуымыз керек, ғылым технология жағынан дамуымыз керек, басқа да білім ағартушылық жағынан дамуымыз керек, балалардың ұрпақ санасын жетілдіру жағынан дамуымыз керек. Әйтпесе ол ертең бәрі бодандыққа түсіп қалады. Бодандыққа түсіп қалса дінің қайда кетеді? Түсіп қалған кезеңде діннен айырылып қалдық қой біз. Сол үшін де соны қарапайым логикамен түсіне білу керек та. Дін үшін де осы нәрсені жасау керек. Ал егер өкімізге оны қабыстыра алмайтын болсақ, жоқ, бұл жаңағы байлық керек жоқ, ертең Құдайдың алдында жауап береміз, білім керек жоқ, ол Құдайға қажет жоқ білім, жаңағы парыз болған білім тек қана ғибадаттың білімі деген сияқты нәрселермен интерпретация жасай беретін болсақ, онда біз бұл қоғамды, бұл халықты алға қарай қайтадан итермелейміз деп айта алмаймыз. Шынымен ол енді бодандық дегенмен келсем, жалпы енді бізде сол кезеңде енді мұсылман елдерінің басым көпшілігі, қазақ халқы да, енді кезінен Ресей патшалығында қол астында көптеген мұсылман халықтар бодандықта болды. Жалпы Африкада болсын, Азиядағы біраз елдер, Европа елдерінің бодандығында болды. Бұның бір себебі жаңа ағай айтып өткендей, мұсылмандардың қадимдік көзқарастарға жабысып, содан шыға алмай, орта ғасырлық жаңағы деңгейде ойлау жүйесінде қалып кетуі, ғылым білімге ұмтылмауы сол бір әсер етті, бодандықта болып қалып кетуі. Енді осы жерде мұсылмандарда жаңғыру пайда болды ғой, жаңа Абдо болсын, Афгани болсын, немесе Гаспрал болсын, Мұса Жарулла, Бегиев секілді тұлғалар, көзқарастардың бәрі енді біздің алаш қайраткерлеріне де тікелей әсер етті деп айта аламыз. Жалпы осы жайдизм бізге қалай ықпал етті, жаңағыдай сол жайында алаш қайраткерлеріне тоқталып өте аласыз ба? Алдымен жаңағы сіздің айтқан қадимшілер жайында бір ауыз айтқым келіп отыр. Негізінде шын мәнінде біз қадимшілерді былай кері тартпа деп жалпыламай айтамыз. Бірақ мысалы өзіміздің алашшылардың ішінде де қадимшілер болған. Соның ішінде мысалы біз Науан Хазіретті айта аламыз. Олардың да өздерінің дүниетанымы, мемлекеттік түсініктері, ұлттық түсініктері болған етін. Олардың да бір дерті болды, ол қазақ ұлтына, қазақ халқына қызмет қылу, соны бір бодандыққа алып келу деп айта аламыз. Сонымен қатар мысалы Мәшһүр Жүсіп Көпейұлында біз
кейбір зерттеуде жайдішіл деп айтылады, бірақ оның түсінігіне, діни түсінігіне қарайтын болсақ, бір қадимшіл усул ұстанғанын көреміз. Жалпы қадимшілік деген кезде біз мынау екі нәрсені біз нақты көре аламыз қадимшілердің ішінде. Ол дәстүрлі улема, ол жаңа бұхаралық схоластикалық мектеп ұзақ жыл бойы қалыптасқан. Екінші мәселе бұл сопылар. Қадимшілік деген кезде біз кімді еске алуымыз керек? Бірінші жаңа сопылар болса, екінші дәстүрлі улеманы айтылады. Бірақ дей тұрғанмен біз мынау татарлардың арасынан шыққан үлкен бір Нақшбанди тарихының шейхі бар, Зейнулла Рисули деген болу керек, қателеспесем. Ол кісі де мысалы алаштықтарға өте үлкен көмектескенін білеміз, және алаштықтар тарапынан ол медреселеріне барған. Ол сондай сопылық тарихаттың ұстазы болғанына қарамастан жаңару түсініктерін қолдап отқан етін. Біз алаштықтарды сипаттайтын болсақ, жаңағы саяси алаңдағы алашшылар және діни алаңдағы алашшылардың екеуі де модернистік көзқараста болғанын айта аламыз. Мысалы, жалпы жәдетшілік деп айтылады бұл түсінік, бірақ жәдетшілікті арасында көптеген бір тартыстар бар. Жәдетшілік бұл діндегі жаңару ма, әлде бұл білімдегі жаңару ма деген сияқты қазір ғалымдардың арасында көптеген тартыстар бар. Бірақ бұл жерде біз бір нәрсені білуіміз керек. Бұл қай жаңару, қайсысы бірінші басталды, кімге әсер етті деген тартыстан бөлек, бұл екі топта ұлттың мақсатын, ұлттың мүддесін бірінші орынға қойды деп айтыламыз алашшылардың. Сәйкесінше алаш қозғалысы бұл таза ұлттық қозғалыс деп айтыламыз. Және бұл ұлт қозғалысы тіпті діни үкімдерге, діни түсінікке де әсер еткен. Жалпы ислам діні доктринасында да ұлт өте маңызды бір орын алады. Отан түсінігі, ұлт түсінігі. Және екінші бір айта кететін мәселе, бұл жәдетшілік ханафи матуридилік бір мәдениеттен шыққан. Яғни бұл өзіміздің дәстүрлі мектептердің ішіндегі бір реформа ретінде қарастыраламыз. Себебі Шәкәрімнің мысалы еңбектеріне қарасақ, бүкіл жаңағы фихи мәселедегі дерек көздері өзіміздің ханафи матуридилардың еңбектеріне келеді. Жалпы бұл жәдетшіліктің қалыптасуында негізгі үш біз факторды айта аламыз. Біріншісі бұл әрине Европаның дамуы, бірақ Европаға бұл орыс каналымен, орыстардың Ресей империясының каналымен келген. Өйткені көп алашшыларды біз білеміз, саясат алаңындағы алашшылар, бұлар орыс мектептерінде оқыған, Ресей университетінде оқыған болатын. Екінші бұл жаңағыдай өзіміздің жергілікті дәстүрлі діни мектеп, бұл жақта ханафи матуридиліктің бір әсері, ол жақтағы ақылды уахид ақыл арқылы түсіну, ақылды да бір дәлел ретінде қабылдау деген секілді. Үшінші бұл мәселе, бұл Осман империясының әсері, бұны біз Шәкәрімнен көре аламыз. Сонымен қатар Садуқас Қылмайдың еңбегінде біз қазақ даласында бірнеше Осман медресесі болғанын да көреміз. Бірақ негізгі татар моллаларынан көп әсерленген, жалпы жәдетшіліктің шығуы да Госпралмен басталады. Бұл білім алаңындағы жәдетшілік. Ал діни жәдетшілікке келетін болсақ, ол Абдунасыр Курсави деген кісіге сол кісіні айтып жатады. Одан кейін Маржани бар. Біздің мынау қазақ жәдетшілері діни алаңдағы діни көзқарастарын айқындаған теологиялық бір доктринасын жасаушылардың арасында біз бірінші Абайды айтамыз. Өйткені Абайдың өзінен де бір матуридилік ханафиліктің доктринасын көреміз. Бұл жаңа ақылдың маңыздылығы, Құдайды ақылмен табу. Абай бұны өзінің еңбектерінде айтпаса да, біз Шәкәрімнен көре аламыз. Біздің мазхабымыз Нұғман бин Сәбиттің мазхабы деп өзі мұсылман кітабында атап өтуде. Сонымен қатар Ыбырай Алтынсаринде де бұндай жолдарын көре аламыз. Яғни алаш не үшін қазаққа маңызды десек, бұл қазақтардың өзін-өзі анықтауы деп айта аламыз. Біз бұл ол заманда біз қарайтын болсақ, тарихи кеңістікте халифат бар, бірақ халифат идеясы ол жақта жарамсыз болып қалған. Себебі Осман халифатына өзінің халифаттың ішіндегі мемлекеттер ұлт-азаттық қозғалыстарын жасаған. Яғни үммет түсінігі ол жақта уже дұрыс жұмыс жасамай, атқармай отыр да. Сол жерде алаштықтар да өздерінің бір ұлт құрушылық бір мәдениетін бастаған деп айта аламыз. Және осының барлығының негізінде ханафилік мазхабтың өзіміздің дәстүрлі діни тәжірибенің негізі бар екенін айта аламыз. Бұны біз жаңағы Ғұмар Қараштан көре аламыз. Ойыма келген пікірлерінде ол анық айтады. Алладан басқа барлық нәрсе өзгереді дейді. Ал сол кез келген діни үкімдерді заман мен мекеніне сай бейімдеп отыру, ол ғұламалардың бір міндеті дейді. Солай айта отыра бүкіл ғұламаларды осы заманның шындықтарына қарай дінді қайтадан
бағалау деген үрдісті бастайды. Бұл да жәдетшілік деп аталады негізінде. Жалпы қысқаша осылай біз айта аламыз. Ал саяси көзқарастарына келетін болсақ, жаңағыдай модерн бір мемлекет деп айтқан болатынмын. Алашшылардың дін саясаты, дін түсініктері мемлекеттік аренада өте анық, нақты болатын. Әлихан Бөкейхановтың немесе басқа да Алаш партиясының жарықтарына қарайтын болсақ, дін ісі бөлек және мемлекет ісі бөлек деп бөлген болатын. Бұл да біз Матурди ақидасында, Матурди доктринасында бұны біз айқын көреміз. Диянет және мемлекет деп екіге бөледі. Өйткені жаңағыдай біз дінді мемлекет ісімен араластыратын болсақ, халық тағдыршылдыққа ұрынады деп айтады. Сол үшін дін істерін ешқашан мемлекет ісіне араластырмау деген бір саясат ұстанған болатын. Саясат болғанда сондай діни үкім бұл ислам тарихынан бір сабақ шығару арқылы келген бір түсінік деп ойлаймын өзім. Бірақ біздің Орта Азиядағы дәстүрлі түсінік деп бұнымыз нақты айта аламыз. Себебі алаштықтар да негізінде сырттан іздегенімен ол бір тек қалай десем, ынталандыру ғана болған, бірақ өздерінің жолдары, өздерінің ұзақ жылдар жиналған мемлекетшілдік пен діни тәжірибесіне негізделген деп біз айта аламыз. Керемет жауап бердіңіз. Шын мәнінде енді мүдде, мақсат мүдде барлығында бір. Енді сол кезде енді қазақ халқын жаңа тәуелсіздікке жеткізу, бодандықтан шығару, бұл жолда тіпті енді ағылшындық ғалымдарында зерттеулері бар. Ол жерде де осы негізгі нәрсе ұлтшылдық болғанын айтады. Алаш қайраткер және ол ұлтшылдықтың артында тұрған қозғаушы күш ислам діні екендігін жазып кетеді. Діннің рөлі екен. Енді кейбір азаматтар жаңағы ағай айтқандай Міржақыптың, Дулатұлының, Әлиханның тағы басқан бір дінге қатысты сыни көзқарастарын кесіп алады дағы, контекст бір қол қояды дағы, мынау дінсіз деген сияқты нәрсені келтіреді. Енді бұның жаңағы негізсіз екенін айтуға болады. Бұл жерде өте маңызды бір нәрсе бар. Себебі жаңа мен айтып өттім, қадимшілер дегенде сопылық тарихаттар мен дәстүрлі улеманы айтатын болған. Жалпы қазақ даласында ол жақта указной молда деген нәрсе бар. Бүкіл сындары негізі указной молдаларға, дәстүршіл улемаға арналған. Ана дінді пайдаланып, өзінің мүддесіне, мақсатына дінді пайдаланған, енді азаматтардың көптігін айтады ғой. Тек пайдалануымыз, жаңа біз айттық қой, Ханафи Матуридиде ақыл деген нәрсені алдыға қояды деп, ол деген сөз, сізге бір дін уағыз айтылған кезде, сіз оны қабылдау үшін ақылға саласыз. Жүрекпен қабылдайсыз, бірақ ақылмен есептесесіз, сол үшін ортада жаңа бір үйлесім тауып аласыз. Егер ол үйлесім болмаса, ол нәрсе сізде жаңа догматизм қалып кетуі мүмкін. Сол үшін жаңа абайда бар ғой, мысалы, әуелі аят хадис сөздің басы, қосарлы бәйт мысалы келді арасы, қисыны мен қызықты болмаса сөз, неге айтсын пайғамбар мен оны Алласы дейді. Яғни пайғамбар мен Алланың айтқан сөзі ол қисыны мен қызықты болу керек. Яғни қисынды болу керек. Сосын жаңағы шәкәрімде бар, пайғамбар әулие айтты десе дағы, ақыл қабыл алмаса ол маған жат. Ақылыңа сынат деп дәлел айтқан Құраннан табылады талай аят дейді. Значит, ақылға салу деген сөз бізде мына соқыр сенім деген дүние ағартушылар тарапында қабылданған жоқ. Соқыр сенімге жүгінгендерді олар сынап отырды. Яғни біз қалай, мысалы жаңа мемлекет деп жатсыз, дұрыс, мемлекет діндар бола алмайды. Өйткені мемлекет фактпен нақты алгоритмдермен жұмыс жасайды. Мысалы, егер біз қандай да бір келетін апаттың алдын алмай мемлекет бәріміз Құдайға дұға қылатын болсақ, ол мемлекет болып саналмайды. Сондықтан да мемлекет оның алдын алады, қарды күрейт шығарады, көктемнің су тасқынының алдын алады. Бірақ ол Құдайдың тағдырында су басады деп тұрса, басады деп отыра берсе, ол мемлекет бола ма? Сондықтан да дінсіз мемлекетсінен бөлек деген мәселе солай. Бірақ кейде тасаттық беріп жатады, басқа қылып жатады халық. Бірақ мемлекет тасаттыққа сеніп отырмайды ғой. Сондықтан мемлекет басқа шарттарын қарайды. Сол үшін мемлекет деген ол былай қараған кезде қазіргі бар дүниенің жүйесін жасау деген құрылым болғаннан кейін дінісі мемлекетсінен бөлек екендігі ол өзі айтпаса да түсінікті. Одан кейін мысалы мемлекетте әртүрлі халықтар өмір сүреді, әртүрлі конфессиялар өмір сүреді, қазіргі шарттарды қарасаңыз, оның барлығын дінісіне кіргізетін болсаңыз, онда бұл жүрмейтін шаруа. Сол үшін мемлекеттің дінісінен бөлек болуы, сол кездің өзінде айқындалуы, бұл былай қарағанда өте дүние. Сол үшін де діндарлық рухани құндылық ретінде жаңағы шейхтардың, ишандардың, болмаса жаңағы молдалардың жаңағы ұстаным ретінде жалғаса беруде былай қарағанда бір қауіпті дүние емес.
бірақ олар жаңағы халықты соқыр сенімге қарай жетелеп кетпеу керек деген мәселе сол тұрғыдан. Жаңағы жадид болмаса да қадим болса да біздің қадимшіл болған ойшылдардың көбісінің жаңағы діннің көп жағдайларда моральдық, этикалық, тәрбие жағына қарай көбірек көңіл бөлуі, бұл былай қарағанда оған ешкімнің таласы жоқ. Жақсы бол, ата-анаңды сыйла, абыройлы бол, былайша айтқанда үлкенді құрметте, Құдайдан қорық деген дүниелердің барлығы бұл имандылық принциптер болғаннан кейін олар қадим мектептеріндегі бұл құндылықтарды біз жоққа шығара алмаймыз, өйткені ол енді діннің былайша айтқан кезде өміршең қағидасы өмір бақи жалғасып келе жатқан. Ол жадидшілдер де оны жоққа шығара алмайды. Сол үшін де жадидизм деген дүние тек қана бұл тәсіл ретінде ғана, мынау кейбір ұстанымдардан жаңағы сыни пікірді жаңағы діндарлар ғой, кейбір діннің белшесінен басып, жаңағы өз мүддесіне. Орта ғасырда осыны христиан патристикалық философиясының кезеңінде біз білеміз, католик шіркеуінің тарихынан білеміз, орта ғасырда христиан әлемінің деградацияға түсіп қалуы сол папаларды шектен тыс құрметтеуінің нәтижесін алып барды ғой. Сондықтан да бұл жаңағы егер дінге билікті беріп қоятын болсаңыз, онда былайша айтқан кезде құрдымға кетіп қалу қаупі бар. Олар жаңа әсіре сілтеп, Құдайдың жерде көлеңкесіміз, Құдайдың бұйрығы осы деп жаңағы уағыз айтатын болса, онда жаңағы іс-әрекеттермен біз қам-қарекет жасай алмай қаламыз. Сол үшін де біздің алаштықтардың ерекшелігі сол тұрғыдан оларға жол бермеу өтіпті. Жаңа қарапайым айттық қой, жаңа қарапайым қоғам арасында таластардың өзінде алаштықтар үнемі оптималды ақыл мен нақылды қатар ұстай отырып, шариғатты жоққа шығармаса да, сол жердің шарттарына қарай шешім шығара білді. Дінді түбегейлі жоққа шығарды деп айтуға болмайды. Ол жерде де преференциялық зайырлық дейміз, Құдай жаңағы заң алдында және Құдайдың алдында адамдар бәрі тең деген сияқты. Сондықтан оны діндар деп санамасақ та, жалпы дінді мансұқтаған да азаматтар емес. Дінге сыни пікірлер айтылған жағдайлар болды, өйткені ол сол кезеңдегі кейбір батыстың немесе әртүрлі жаңағы Ресейдің сол кездегі әртүрлі жаңағы білім алған елі орталықтарына байланысты дінге сын айтқан жазбаларды да алаштықтардың журналдарынан кездестіруге болады. Мысалы жаңағы жаңбыр жаудыруға байланысты сондай бір жазбасы бар. Қазір енді жаңбырды бұлтты атып жаудыратын болды, бұрынғыдай тасаттыққа шықпайтын болдық деген сияқты. Шын мәнісінде бұлтты атып жаудырудың өзінің қасіреті көп қой. Жаңағы жоспарлы жаңбыр болмай қалуы мүмкін деген сияқты. Сондықтан да сол кезеңдерде келген жаңа технологияларды олар солай қабылдап, кейбір дін молдалардың жаңағы ұстанымдарына байланысты сыни пікір айтқан болды. Бірақ жаппай дінге қарсы күрес болды, осылай болды, репрессия болды деп айта алмаймыз. Репрессия ол кезеңдерде болды. Алаштықтарға мүлде қатысы жоқ. Сондықтан да бұл жердегі мәселені, бұл жердегі талас тудырып жатқан дүние, қазіргі кездегі қоғамдағы дін деген дүниені ақылмен, пайым-парасатпен, ізденімпаздықпен, көрегенділікпен егер ұстанатын болса, немесе соны ұстанып жүрген адамдар халыққа сол деңгейде жеткізетін болса, онда діндарлар да халықта зардап шекпейді. Ал егер оны біз қандай да бір қағида шеңберінде күшпен қорқыту арқылы тықпалайтын болсақ, онда біріншіден діндарлар зардап шегеді, екіншіден халықтың дінге үрейі көбейеді, үшіншіден бұл жерде бөлінушілік пайда болады. Өйткені қазіргі технология, ақпарат дамыған замандарда, исламофобияның әртүрлі тәсілдері пайда болған замандарда, діндарлар алаш кезеңінен қарағанда әлдеқайда сергек болуды талап етеді. Яғни не айтып жатырмыз? Халық қабылдай ма? Халыққа бұл діннің қағидасын қай жолмен жеткізу керек? Және бұл қағиданы қазір қабылдауға халық дайын ба, дайын емес па? Немесе мен бұл сөзді айтатын уақыт келді ма, келген жоқ па деген дүниелердің барлығын сыни талқыдан өткізгеннен кейін барып, егер діндарлар ортаға салатын болса, өздері де күлкіге қалмайды, халықта олардан қорықпайды. Әйтпесе, қазір кезеңде ақылдың шектен тыс алға жылжып кетуі, біз бұл жерден ақыл мен ақыл деген кезде тепе-теңдік туралы айтып отырмыз. Ал ақылдарға қарай итере берсеңіз, ол да зиян қалып барады. Өйткені менің ақылым қабылдамады деген дүние, әр адам өзінің шолақ ақылы тұрғысынан дінді интерпретациялайтын болса, онда кейбір түсінбеген нәрселеріміздің барлығы менің ақылым қабылдамайды деп сыра беретін болсақ, онда біз діннің былайша айтқан кезде басын жарып көзін шығаруымыз мүмкін. Сондықтан діннің ұстындары бар, қағидалары бар, қасиетті кітаптар бар, келген ғасырлардан бері жалғасып келе жатқан құндылықтық формасы бар, қабаттары бар өзінің, соның барлығын сақтай отырып, қазіргі заманға сай бере білсек, міне жадид деген, мүжаддид деген нәрсе сол. Жалпы жадидизм деген дүние бұл 20 ғасырда пайда болған дүние емес.
бул сонау ертеден келе жаткан канчама уламалар жадидтик функцияларын аткарган. Мужаддид мисалы имам Раббанийдин өзүнө де мужаддид аль-Фусани 2000-жылдыктын мужаддиди жаңыртуучусу дейт. Буну жаңыртуучу деген сөз азыр диндин кагыйдаттарын заманның талаптарына сай бийимдүү түшүндүрө алган адам. Сондықтан да осындай нәрсе өз үнемі жүріп тұру керек. Және ол ешқашан дінге зиян келтірмейді. Құранның ішінде де, хадистерде де келетін дүниелер әртүрлі бағытта түсінуге болатын жағдайлар көп. Сондықтан оны альтернатива түрінде ұстанымдарға жаңағы жол ашық. Ал қағидалық құлшылықтық тұрғыда ол қатып қалған жаңағы белгілі принциптер бар. Сол деңгейде ол жалғаса береді. Оған ешкім таласып жатқан жоқ. Сол себепті де алаштықтардың бұл бағыттағы дүниесі неге десеңіз халық көз ашық болу керек деген позиция ғой. Халық көз ашық болатын болса, мынау 21 ғасырда келе жатқан көптеген жаңағы өзімізге келе жатқан шабуылдарға біз қарсы тұра аламыз деген дүние. Сондықтан да алаштықтар сол бағытта қызмет жасады, және біз де сол бағытта жұмыс жасауымыз керек. Неге десеңіз, егер біз сол орта ғасырдағы қою қараңғылыққа қарай, фатализмге қарай халықты итеріп жіберетін болсақ, онда біз бодандықты жалғастыра береміз. Ал жаңағы ақыл мен парасат пен пайым мен сонымен қатар құндылықты жоққа шығармай, егер осы нәрсені жалғастыратын болсақ, біз бірінші ұрпақты сақтап қаламыз, екіншіден обал сауап деген нәрсені түсінеміз, үшіншіден біздің қазақтың жалпы осы көптеген шабуылдардан, саяси, әскери шабуылдардан аман қалуының астарында да дін мәселесі жатыр. Оны біз жоққа шығара алмаймыз. Өйткені мұсылманшылық біздің діни бірегейлігімізді қалыптастырған құрал, құндылық. Сондықтан да оны біз тарихи рөлін жоққа шығарып, жоқ бұл бізге жақсылығы келген жоқ деп бір сөз сөйлеммен сыпырып тастауға, ол біз тарихқа қиянат болар. Сондықтан да сол бағытта да біз дұрыс ойлануымыз керек деп мен ойлаймын. Енді қазіргі таңда біз енді алаштың идеясына қатысты енді көптеген дүниелерді айтып жатамыз, жазылып жатыр, айтылып жатыр, түсіріліп жатыр. Енді 31-ші мамыр қуғын-сүргін және аштықтан құрбан болған күндер сол кісілерге арнап мемлекеттік деңгейде күнді де белгілеп қойдық. Жалпы қазір жастардың арасында байқасақ, түрлі киімдер болсын, худилер, кепкалар, футболкалар түрлі алаштың жаңағы бейнелерімен тағы да басқа бейнеленген, яғни оның бәрін насихаттау мақсатында әлеуметтік желіде түрлі парақшалар бәрін жасап жатқан жастар бастама жасап жатыр. Тек қана мысалы енді кезіндегі мысалы мен телефонымда да мысалы Әлихан Бөкейханның сөзімен жасалынған чехол, орысша қаптамасы, Әлихан бейнесін қойып сөзін жазып болған деген секілді. Бұл бастаманың бәрін кімдер жасап жатыр? Осы жаңа алаштың идеясын жаңғыртайық деп, соны қайттан көтерейік деп жатқан өзіміз секілді жас буын. Дегенмен әлі де біз мүмкін мемлекеттік деңгейде де әлі дұрыс түсінбей жатқан секілдіміз. Мәселе олардың атауын атап қойып қою емес, олар туралы зерттелу керек. Әлі де көптеген академиялық ғылыми жұмыстарды да қажет етеді, сарапшылық көптеген жұмыстарды қажет етеді. Дегенмен ең маңызды не, менің ойымша, олардың армандады, белгілі бір идеяның жолында өмір сүрді ғой. Сол идеялардың бүгінгі қоғамда көрініс табуы. Ол жаңағы діни фанатизммен күресте болсын, білім ғылымға насихаттады, білім ғылым надандықпен күресті. Мысалы өзіңіз айтқан жаңағы Ғұмар Қараштың өлеңдерін айтсын, бәрінде қоғамның түпкі негізгі мәселесінің бірі надандық екенін айтады. Басып тұрып қатты ауыр естілсе де оны айтады. Оны бір қазақты жек көргеннен емес, керісінше осы ұлтқа, халыққа жаны ашығаннан адам болайық, ел болайық деген секілді, осындай бір жақсы құндылықтарды идеялап береді. Толеранттылық, зайырлық идеялар, құндылықтар болсын, басқа да айта берсең де көп. Садақаға, қайырымдылыққа да қатысты түрлі дүниелерді айтады. Қалай жасау қажет, заманына сай, қоғамдағы мәселелерді ескере отырып, оның ішінде қазақ халқының менталды жаңа ерекшеліктерін бәрін ескере отырып шешімдер шығарады. Енді осы жерде бізге осы бүгінгі уақытта сол алаштың идеясын қай бағытта жаңғыртсақ болады, жастарға не жетпей жатыр, жалпы өзіңіз жас буынның өкілі ретінде көзқарасыңыз, ойыңыз қандай, соған бір тоқталып өтсеңіз. Жалпы алаш бұл
мен ойымша алаш идеясы бұл қазақ халқы үшін өте маңызды, және бұл ешқашан өлмейді деп ойлаймын. Себебі алаштармен айтып өткендей, бұл қазақ халқын өзін анықтаудың ең алғашқы қадамдары болды. Әрине бұл біз модерн заманауи бір ұлт туралы айтып отырмық. Себебі ұлт деген түсінік әртүрлі тарихи заманда әртүрлі мағынада алып отқан. Ал модерн ұлт құрау бұл жаңағы франциялық революциядан басталған. Мысалы Осман империясында да құлаған кезде осы олар тәуелсіздік 1923 жылы Жұмхурет деп жаңағы мемлекет деп алған болса, алаштықтар ұлттық мемлекетті 1917 жылдар көтере бастаған, 10 жылдар көтере бастаған. Ұлттық негізде мемлекет құру деген секілді, немесе жаңа тілді жаңғырту мәселелерін. Сондықтан да бұл жерде алаш идеяларына бір архаикалық бір тарих ретінде емес, ол біздің мирасымыз, өнегеміз ретінде қарау керек деп ойлаймын. Және көбірек оқу керек. Себебі өте өзекті, өте ақылға қонымды, заманауи түсініктері өте жетіп жатыр деп ойлаймын. Мысалы жаңағы Алаш партиясының ұстанымдарында, жарлықтарында мысалы діни еркіндік мәселесі бар. Сонымен қатар кейбір қазіргі таңда әлеуметтік желіде біз көреміз, әсіресе тәңіршіл топтарда алаштықтар ислам дініне қарсы, мұсылмандарға қарсы деп айтылып жатады, бірақ оның да жалған екенін көре аламыз. Себебі Алаш партиясының бүкіл құрылған жаңағы аудандарында, жарлықтарында қазақтардың жеке мүфтиятын құру мәселесі бар. Және ол дін ісін қаржыландыру мәселелерінің барлығы қаралған. Сондықтан біз бұл жерден дінге ешқандай қайшылық болғанын көре алмаймыз. Қайта бір мәдениет ретінде діннің үлкен қоғамға бір әсері, рөлі бар екенін мойындап отқанын да көре аламыз. Енді ағай, өзіңізге бір қорытынды сұрақ қойып кетсем, жалпы енді аға буын ретінде, біз енді жас буын болсақ, осы аға буын ретінде жастарға қандай бір кеңес беретін едіңіз? Біздерге енді медетте мендесін шәкіртіміз біз. Жалпы осы негізгі тақырыптық бағыттарымызда негізгі ғылыми осы алашпен қатысты бізге қандай кеңес беретін едіңіз? Осы жолда қандай зерттеулер жасау, қандай бағытта жүру, жалпы жастарға, қоғамда қарапайым? Мен ойлаймын, руханият деген дүние, білім, ғылым, технология деген дүние құстың екі қанаты сияқты дүние. Сондықтан да біреу үшін екіншісінің құрбандыққа шалудың қажеті жоқ. Дін деп өркениеттілікті, мәдениеттілікті, дамуды, елдің мүддесін, ұлттың мүддесін, мемлекеттің болашағын балта шауып, оны құрбан етуге болмайды. Және ұлт деп құндылықтарды, руханиятты, адамгершілікті, тәрбиені тастап қойуға болмайды. Сондықтан да алаштың символикасының өзінде біз мәдениетіміз шығыстан, білімді батыстан аламыз деген символика бар ғой, білесіз, киіз үйлерінде. Сондықтан да бұл біздің былайша айтқан кезде екі тұғырымыз. Біз шығыстан ешқашан қол үзе алмаймыз. Өйткені шығыста болса негізгі құндылық бұл адамгершілік, негізгі құндылық бұл тәрбие, негізгі құндылық бұл руханият, дін астарында. Сондықтан да ал ғылым мен білім, технология көбісі батыста, қазіргі жағдайда солай. Сондықтан да оны екеуін қатар ұстайтын болсақ, менің ойымша ұлт жанды, ел жанды, иманды, қазір тек қана біз білімсіздіктен зардап емес, кейде тәрбиесіздіктен де зардап шегуіміз мүмкін. Сондықтан да батыс екен деп жаңағы руханиятты мансұқтап жіберетін болсақ, ұрпақ азып кетуі мүмкін. Сондықтан да осы екеуін қатар ұстаған дұрыс шығар деп ойлаймын, тәрбие мен білімді. Себебі білім бұл енді бүкіл жаңағы абайда да айтады ғой, білімсіз ұстаған ораза, тұтқан қажылық, қылған намаз, ғибадат орнында жүрмейді. Сондықтан да білім ол бәр жерде білім. Қазіргі 21 ғасырдың қаруы, жетістігі, әлем мемлекеттерінің алдындағы бәсекелестік бұл біліммен болады деп ойлаймын. Көппен болмаса басқа да бір нәрселермен емес, білімі бар мемлекеттер, өнер білім бар жұрттар тастан сарай салғызды деп айтты ғой кезінде. Сондықтан да өнер білімге ұмтылыс болу керек, бірақ бұл тәрбиесіз болмау керек деп ойлаймын. Сондықтан да қазіргі батыстан келіп жатқан әртүрлі технологиялар, әртүрлі жаңағы соғып жатқан желді сол қалпында қабылдай беруде
бізге үлкен қасірет алып келуі мүмкін. Отбасылық тәрбие институт, отбасылық институт, әке шеше бала қатынастары деген сияқты нәрселердің барлығына сызат түсіріп кетуі мүмкін. Сонда назарда ұстау керек. Сол үшін де алаштық ағартушылардың жасаған жаңағы талпынысын ары қарай жалғастырған дұрыс шығар деп ойлаймын. Бұл жерде де ұлтшылдық деген мәселе де бар. Ол да өз деңгейінде болған дұрыс шығар деп ойлаймын. Себебі кейде жалаң есерсоқ ұлтшылдық кейде өз ұлтын құрдымға жіберуге де себеп болып кетіп жатады. Сол үшін де пайыммен, парасатпен қайсысы біздің мүддемізге сай келеді, қай уақытта сай келеді, осының бәрін есептеп, және өз есемізді жібермейтіндей. Кейде болады ғой, жоқ айтпа, біреу ренжиді, жоқ айтпа, үй менікі деме, үй артында кісі бар деп жалтақойлыққа да салынып жатамыз. Бұл да дұрыс емес деп ойлаймын. Өз мінезімізді өзіміз көрсете алатындай, өз қолымыз өз аузымызға жететіндей мемлекет құру үшін лайықты, парасатты, тәрбиелі ұрпақ болуға тырысуымыз керек деп ойлаймын, және ұрпаққа сол бағытта жол көрсетуге талпыныс жасауымыз керек. Және тіпті мен ойлаймын, қазіргі жастарға ол жағынан сенуге де болатын шығар. Көп жағдайларда біз анау мансұқтап жатамыз ғой, біз заманның жастары бұзылған деп. Шын мәнісінде ешбір адам өз заманның жастарына көңіл толған емес. Бірақ сол жастар ертең сол мемлекетті алып шығады бәрібір. Сондықтан да соған үлес қоса беру керек деп ойлаймын. Қазір білім бар, технология бар, қазір әлем бір ауыл сияқты қолымызда, қалтамызда. Сондықтан жастар осыны игеріп, өз ұлтымыздың, мемлекетіміздің, жеріміздің, еліміздің абыройына сақтататын болса, болашақта оларға жарқын күндер алыс емес деп ойлаймын. Бірақ енді бұл нәрсе дамыған сайын құйтырқылық та дамып бара жатыр. Жаулардың әдіс тәсілдері өзгеріп жатыр. Біз жаңағы қалай мысалы алаштықтар өзінің қалауына жете алмай қалса, соны жеткізгісі келмейтін де идеологиялар көп деп ойлаймын. Сондықтан ол жағынан да білімді болу керек. Қауіп қай жақтан оны да білу керек, болжау керек. Сондықтан қазіргі буын көп нәрсені, енді билікті айтатын болсақ, қазіргі ел алдындағы буынды айтатын болсақ, көп нәрсеге қол жеткізді деп айтуға болмайды. Бірақ олар жеткізе алмауы жастарға кедергі емес деп ойлаймын. Жастар соған дайын болу керек. Ертең сол кезең ауысқан кезде, буын ауысқан кезде жарқырап алға шығу үшін жастар қазірден дайын болу керек. Ол үшін ел көру керек, жер көру керек, білім алу керек. Құдайға шүкір, қазір дамыған мемлекеттерді көрген жастарымыз көп. Және олар сол сияқты болуға не кедергі? Ол үшін шамалы қарапайым халықтың санасын көтеру керек. Және көп нәрселерді тәсілін қоғамда қолданған кезде әдіс тәсілін білу керек. Сол кезде мен ойлаймын, бір халық жаппай ағартушы болып кете алмайды, жаппай ақылды болып кете алмайды. Халықты сүйрейтін бір аз ғана ағартушы топ, сол ағартушы топтың бағыты дұрыс болатын болса, халықтың да бағыты дұрыс болады деп ойлаймын. Алаш зиялылар да сол кезде халықты сүйреуге тырысты. Әрине халық жаппай артынан ер алды ма, ер алмады ма, бұл басқа сұрақ. Еткізбеді ма, басқа сұрақ. Ол кездегі қарсы күрескен дүниелер де оңай емес. Бірақ дегенмен де олардың кеткен есесін, жетпей қалған, өмір жетпей қалған идеясын біз алға қарай жүзеге асыруға мүмкіндік бар деп ойлаймын. Сондықтан да ішкі бірлігіміз мұғым болса, және ешқашан алаштың баласы бір-бірінің жағасынан алмаса, ешқашан етегінен тартпаса, мен ойымша ол күндерді алыс емес деп ойлаймыз, және соған талпыну керек деп айтамыз. Жалпы алаштың аманатын орындау, бұл бір мінберлерде тұрып әдемі сөйлеу емес алаш туралы, пафос емес, олардың бір суреттерін іліп қою, тағы басқа емес. Негізінен жаңа бағанда айтып кеткендей оқу, өзіңіз айтқандай іздену, олар туралы шынымен тану, білу, және сол идеяларды бүгінгі қоғамда жүзеге асыруға тырысу, ұмтылу деп түсінеміз. Сіздермен қоштаспаймыз, құрметті көрермендер. Келесі подкастымызда кездескенше каналымызға тіркеліп, лайк, комментарий қойып кетсеңіздер болады.